Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз қарапайым фетр матасынан осындай қазақша оюлы өте әдемі сырға жасап үйренетін боламыз. Ол үшін ең алдымен менің каналыма лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар: фетрдің қалдығы, ою және сырғаның ілгіштері және осындай стразалар, қайшы, ручка қажет болады. Ең алдымен фетріміздің қалдығын алып, оған ручкамен өзімізге ұнаған оюдың эскизін 2 штук басып аламыз. Басып алып, осылай қиып алатын боламыз. Және қайшының ұшымен үстіңгі жағына осындай тесік түсіреміз. Бұған біз сырғаның ілгішін осылай қайшымен немесе плоскоглубциямен осылай қайырып ашамыз. Және осы ашылған жерге бағанағы тесікке кіргізіп, жаңағы ашқан темірімізді қайшымен немесе плоскоглубциямен қайырып жібереміз. Енді моншақ жапсырсаңыздар да болады, жапсырмасаңыздар да болады. Мен ыстық клей арқылы бір страза жапсырып жібердім, жылтырап әдемі көріну үшін. Осылай екеуіне де жапсырып шығатын боламыз. Сол кезде міне тағылғанда осылай өте әдемі болып тұрады. Егер видеом пайдалы болып ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Алда тағы да пайдалы өте көп видеолар салатын боламын. Назарларыңызға көп рахмет.